Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің кезекті екінші сабағымыздың тақырыбы органикалық қосылыстардың номенклатурасы және изомериясы. Бүгінгі сабағымызда біз органикалық қосылыстардың негізгі класстары алкандар, алкендер, алкиндер, арендер, спирттер, альдегидтер, карбон қышқылдары, амин қышқылдары үшін IUPAC номенклатурасын қолдануды үйренеміз және изомерия құбылысы не екендігі жөнінде түсінік аламыз. Алкандар және алкилдік орынбасушылардың атаулары. Сендер балалар бұны жақсы білулерің керек. Мынау метан. Егерде осыдан сутектің бір атомы қысқаратын болса, мынаны CH3, онда бұл метил болады. Яғни ан радикалы ил жұрнағына ауысады. Мынаны радикал дейді. Яғни радикал дегеніміз жұптаспаған бір сутек атомы бар, немесе жұптаспаған бір электроны бар қосылыстарды, бөлшектерді. Қосылыс дегеннен көрі бөлшек деп айтқан дұрыс, бөлшектерді радикал дейді. Енді мінекей этан. Этан С2H6 болса, сутектің біреуі кем, С2H5. Яғни мынау этан, ал С2H5 этил. Солай ары қарай жалғаса береді. Енді бір қос байланысы бар, тармақталмаған, және үш байланысы бар. Тармақталмаған, қанықпаған көмірсутектерді қалай аталады? Мысалы, С2H4 бұл этен, ал С2H2 бұл этин. С3H6 міне гомологы, бұл өзінің гомологы алкандердің жалғаса береді. Алдыңғысынан CH2-ге мынау артып отыр. Мынау С2H4-тен CH2 айтып отыр. Оған H2-ні қоссаң С4H8 болады. Бір қос байланысы болса, онда оған N жұрнағы жалғанады екен. Этен, пропен, немесе илен жұрнағы жалғанады. Илен, ол сенің оқулығында бар. Илен, этилен, пропилен деген сияқты. Жалпы формуласы мінекей CnH2n болады. Ал енді мұнда үш байланысы бар. С2H2. Неғұрлым байланыс үшеу болған сайын, ол қанықпаған көмірсутек болады. Сутегі жеткіліксіз. Онда ин жұрнағы жалғанады. С3H4. Алдыңғысынан CH2-ге артып отыр. Мынау алдыңғысынан CH2-ге артып отыр. Сонда көрдіңдер ма? Мынау жалпы алкендердің гомологы, ал мынау алкендердің гомологтық қатары. Енді біз құрылымдық формула жазуды білеміз. Мінекей мынау санаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мінекей, бесеу. Яғни 5 көміртегі атомы бар, бұл пентан. Және бұны N-бетан дейді. Яғни қалыпты пентан, немесе нормал пентан дейді. Енді изомерия дегеніміз не? Қазір мен сендерге изомерия ұғымын жайлы түсіндірем. Изомерия деген, мына астыңғы мысалға қараңдаршы. Бірінші біз құрылымдық бұғымдағы ұзын тізбекті аламыз. Бесеу. Бесеу болатын болса, бұл пентан болады. Пентан. Мына жерде барлығында бір байланыс тұр. Мінекей. Сондықтан да бұл алкан. Ендеше пентан. Ан жұрнағы жалғанады. Бесеу. Пентанды қойып қоямыз. Ал енді екінші орыннан, мынау жаңа біз жоғарыда білгеніміздей метил. Мынау метил. Сонда қараңдар, бірінші орны көрсетіледі. Бірінші орын көрсетіледі. 2 метил. Ұзын тізбек пентан. Енді мұнан оқып көрейік. Ұзын тізбекте 4 көміртек бар. Бұл қайсына сәйкес келеді? Бутан. Енді қараңдар. екінші орыннан және үшінші орыннан
метил радикалы байланысып тұр. Сонда 2, 3, нешеу, мынау, 2 диметил бутан. Түсіндіңдер ма? Енді қараңдар, көміртегі атомын санайық. Мұнда 5, мынау менен 6. Яғни мына жерде 6 көміртек. Мына жерде санайық 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына жерде де 6 көміртек. Енді сутекті санайық. 3, 9. Мынау мен 10. Мына жерде 12, мынау мен 14. Мына жерде санайық 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14. Яғни мына жерде сутек 14. Мына жерде де сутек 14. Яғни қараңдаршы, құрамы бірдей. 6 көміртектен 14 сутектен тұрады. Онда бұлар изомер болып табылады. Яғни құрамы бірдей. Бірақ балалар қасиеті құрылысы бөлек болып тұр. Міне мынаның құрылысы мынаның құрылысына ұқсамайды ғой. Сондықтан да ана біреуінің үйі 4 бөлмелі, біреуінің үйі 5 бөлмелі деген сияқты ғой. Сондықтан құрылысы мен қасиеті өзгеше болатын, бірақ құрамы бірдей болатын заттарды изомерлер дейміз. Мынау көмірсутектерінің аталуы. Мінекей, ұзын тізбекті санаймыз. 5 пентан. Мына жерде қараңдаршы, мінекей, қос байланыс екінші орында тұр. Мына 2 деген бұл байланыстың орнын көрсетеді. Яғни пентен, себебі алкен бұл пентен 2. Мынау қос байланыс 2 жерде тұр. Сондықтан пентадиен. Яғни мынау қос байланыс ди, екеу деген сөз. Не? Ди, екеу деген сөз. Сондықтан пентадиен 2, 4. Мынау 3 байланыс тұр мінекей. Ол екінші орыннан, яғни ин жұрнағы жалғанады және себебі бұл алкин. Яғни пентин 2. Балалар соныменен жаңа сабақты түсіндіріп аяқтадық. Енді бекіту тапсырмасы. Бірінші тапсырма 101-ші беттегі екінші жаттығу, екінші тапсырма 5-ші жаттығу. Бұл жерде сендер дескриптор бойынша июбак номенклатурасы бойынша атауды білулерін керек, және изомерияны түсінулерін керек. Сонымен сабағымыздың түйініне келейік. Рефлексия. Бүгінгі сабақтан алған біліміңді қай жерге қоятын едің? Үйге тапсырма 52-ші және 53-ші бөлім, яғни параграфтар. 105-ші беттегі 5-ші жаттығу. Өзіңнің уақытыңа қарай жібере бергін. Жақсы, сау болыңдар, көңіл қойып тыңдағандарыңа рахмет.